Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айлат тәттілері. Бүгін осындай өте жұмсақ, дәл пиццериядағыдай пицца дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін, себебі өте жақсы шығады. Пиццаны дайындау үшін ең алдымен бізге жылы суымызға 1 шай қасық дрожь, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің дрожьды массамыз осылай көтерілу қажет. 350 грамм ұнымыздың үстіне осы дрожьды массамызды құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз және сұйық майды салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Барлық жазбаша рецепті описание бөлімінде қалдырамын. Дәл осы рецептпен жасаңыздар, артық ұн, артық май қоспаңыздар. Қамырымыз осындай қолға жабысқақ, жұмсақ болу қажет. Осы қамырымыздың бетін жауып, пакетикпен немесе пищевой пленкамен бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен осындай колбаса қолдандым. Кез келген колбаса қолдана берсеңіздер де болады. Осылай жұқа етіп турап аламыз. Қатты қалың емес, және өте қатты жұқа емес, дәл видеодағыдай турап аламыз. Және помидорымызды тураймыз. Помидорымызды дәл солай жұқарақ етіп тураймыз. Мен бұл пиццаға Эмир фирмасының моцарелла ірімшігін қолдандым. Өте жұмсақ, дәмі ерекше ірімшік. Осылай кішкентай үккіштен өткізіп алдым. Дәл осы рецептпен 2 пицца шығады, яғни қамырымызды 2-ге бөліп алдым. Дәл видеодағыдай қолмен немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Видеодағыдай жұқалау етіп жайып аламыз. Артық ұнды қажет етпейді, себебі өте жұмсақ. Үстіне кетчуп, майонез салдым. Пиццамызды 250-300 градуста пісіріп аламыз. Небәрі 7-8 минутта піседі. Қамыры өте жұқа болған екен, тез піседі. Екінші пиццамызды дәл солай жұқа етіп жайып аламыз. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецептер жібере алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Пиццаңызды 7-8 минуттан артық ұстамаңыздар, себебі пиццамыз қатты болып қалады. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.